Саламатсыздар, құрметті Роза Жахан қазағымен жобасының көрермендері. Кезекті қонағымыз Германияның Көлн қаласындағы қандасымыз Сәдие Сүрер Құсшы ханым. Сәдие Сүрер Құсшы ханым Европа қазақ қауымдастығының мүшесі және Көлндегі қазақ мәдени орталығының төрайымы, жалпысы Европадағы алғашқы қауымдастықтың мүшесі. Сондықтан Роза Жахан қазағымен жобасы сізге тағы бір қызықты әңгіме сұхбатты бастағалы отыр. Біздің Роза Жахан қазағымен жобасын көріп тамашалап, өздеріңіздің ой пікірлеріңізді білдіріп, бізді қолдап отырғандарыңызға үлкен алғысымызды білдіреміз. Біздің жобамыз YouTube каналымызда Роза Жахан қазағымен және Роза Мизанбай атпен Instagram парақшасында, Facebook парақшасынан көре аласыздар. Сәлеметсіз бе? Қош келдіңіз Роза Жахан қазағымен жобасына. Қош болдық. Қайырлы кеш. Қайырлы кеш. Бізде Европада қазір сағат 5 болып жатыр. Қазақстанда кешкі 22 болып жатқан болар. Камераңызды кішкене енді дұрыс болды. Дұрыс па? Дұрыс. Сәдие ханым, ең әуелі үлкен рахмет осы жобамызға келіп қатысуға, өзіңіздің ой пікіріңізді бізбен бөлісуге қатысқаныңыз үшін үлкен алғысымызды білдіреміз. Алғашқы сұрағым, жалпы Сәдие ханым десе Европадағы әйелдердің ішінде өзіңіздің жалпы ат салысып жүрген қазақ қауымдастығына, қазақ жастарына Европадағы өзіңіз үлгі болып жүргендіктен қазаққа деген бауырмалдығыңыз, қазақ еліне, салтына деген бір махаббатыңыздың ар жағы сол түпкі жаңағы тәрбиеден деп ойлаймын. Сондықтан ата бабаларыңыздан бергі келе жатқан осы әдемі нені сіздің тал бойыңызға сіңірген осы кісілер жайында бастасақ деп отырмын әңгімемізді. Алдымен рахметімді айтамын, Роза ханым, менде қонаққа шақыруыңызға. Жерден, мемлекеттен 6 айдан келген ата-ана бабам қызымын. Түркияға келген ата-ана бабамыздар өте қиыншылық көріп, заршылық көріп, амалсыздықтан Түркияға шығып келген ата-ана бабам қыздарымыз. Түркияда тудым, Түркияда өстім. Енді Түркияда өскенде де біз ата бабаларымыз, мен ризамды айтам біріншіден о кісілерге, ешқанша бізді былай деп өзі құрып әдеттерімізден қалтырған жоқ. Күнімен үйімізде болсын, дастарханымыз болсын, сөйлеген тіліміз болсын, сөйлеген қазақша, бәрін қазақша дәстүрлермен үйретіп кеттідер үйде. Әрине біз енді мектепте, далада жүргенде түрк тілін үйреніп, баладар зерек қой, тез үйренеді. Содан о кісілер со ойлаумен үйде бізді жақсылап, менің көз қарауымша, қазіргі ақылыммен көз қарауымша өте дұрыс істеген. Сонда мен кішкене со тілімізді сақтап қалдық. Енді жаңғыз тіліміз емес, со үйретіліп кеткен құрық әдеттерімізді сақтап қалдық. Мен 20 жаста Германияға келін болып келдім. Сол келін болып келген кезде бір жылдан кейін Көлн қаласында, сонда бір көп болса бір 30-35 семья болған кісілер болған. Сонда сол кезде мына Көлн мәдениет орталығын бірінші ашылу, тұңғышы ашылу болды. Сонда мен ана ағалар, жеңгелерді қараймын, бүгін есімге алсам, өте ризамын, өте рахметімді айтамын. Мүмкін көбі марқұм болып кетті. Сонда шырылдап ол кісілер өздері түнімен күнімен онша неміс тілін де білмейді. Бір қоғамды құрып, баладарымыз, жастарымыз кеп қалмасын, біз қазақпыз деп, сол қоғамды бірінші 82 жылында Көлнге ашты.
өз-өздеріне мүше болып, өз-өздері бір қарасаңыз, бір жағынан қызық, бір жағынан бұлай деп көңілге ауыр түседі, бір жағынан қарасаңыз қандай үлкен маңыз жатыр. Өйткені ол кісілер артта өздері тамақ істейді, залды өздері дайындайды, балалардың, қыздардың, баладарға үйде еткен бидің киімдерін өздері үйде тігеді. Оны кейін былай деп сахнаға шыққанда залда келген сырт кісілерді қарсы алады. Сол кезде жас болдым, онша көп мән берген жоқпын, дұрысын айтқанда. Жастық ба, білмеймін, енді бұлай деп, не болады, неғып соғырдай жүгіреттер, неғып сондай жылап еңіреттер, өйткені бір сөз айтаттар, ауыздарына келмей сахнада ашылғанда жылайды үлкен ағаларымыз. Соны сөйтіп бұлай деп өте мән бермеген жастықта, өзім әзір ұялап, сол жастық кезімдегі істеген қатемге. Ал бірақ бір жағынан қарап отырсам, сол кісілердің бүгін еңбек сіңдіріп кеткен қоғамда біз 6 әйел, осы Аурупада, білмеймін, Германияда, Аурупада бәрі бірінші бір сондай келдік қой деп ойлаймыз. Өйткені бәрі бір басқару кеңесшілері әйел. Соны біз қолға алдық. Көптен дедік, ағаларымыз айтқан, шаршап кеттік, жастар алсын деп сөйтті. Ол кезде 10 жыл өте көркемді болып қоғамымыз өсіп тұрды да, сондай. Одан кейін енді жағдайға байланысты, енді көп кісінің енді ондай мен жүрмегесен кейін, қара жұмысшы болып жүрмегесен кейін, қоғам қалай жүрдіріледі, қалай істеледі, не істеледі, көп білмейміз ғой. Кішкене тұрақтап қалғасан кейін, онеген әйелдеріміз, апайларымыз айтты, Садия, сен көптен көп басқа қоғамдарда істеп жүрсің. Білеміз, естіп жатырмыз. Енді келіп өз қоғамыңда істемейсің ба, деді. Кішкене білгеніңді үйретіп кетсең, білгеніңді болса деп сөйтті. Ары ойландым, бері ойландым. Өзімді бір пенсияға шығарып тастағанымды, өйткені көптен қоғамдарда шынымен де жүгіріп, өзімше қолымнан келгенше істеп, ұйымдастырып, сондай программдарда жүргесен кейін, апайларымның айтқан сөзін қия алмадым да, онда жарайды дедік. Енді мен белсеніп шықсам, сіздер де шығасыздар. Бәріміз шығайық, онда қолдан келгенше деді. Ой, біз түк білмейміз, біз істей алмаймыз, сен болсаң болды ғой, дедім. Жоқ, дедім, болмайды ондай. Бір кесімен болатын, атқарысатын іс болса болмайды деп. Сонымен 2 апайымызды алдық. Онен айттық, енді 2 жас болсын, жастарды болсын, кішкене деп. Онеген олар жас қыздарымызға айтып, енді келіншек ретінде оларында бала шағалары бар. Оларға айтқасаң, енді айтты, біздің бала шағамыз бар, біз біле алмаймыз, қалай істейді. Ешқанша қорықпаймыз. Бәріміз істейміз. Бәрінің бір жұмыстың болсын, бір праваның болсын, бір біріншілігі болады ғой, бастамасы. Үйреніп кетесіңдер деп. Сөйтіп, 6 әйел белсеніп шықтық. Мешпеттерімізді киіп алып, оны кейін енді өзім жас кезде, ашылған кездегін ойлағанда, осы Көлін мәдениет орталығын ашқан ағалардың, жеңгелердің жылаған жылауы маған көп әсер етті. Кезде ойласам, өзімді жылаймын да, қазіргі кезде ойлағанда. Қазір Көлін мәдениет орталығының ашылғанына қанша жыл болды? Әзір енді сол 82-де ашылса 40 жылдан асты ғой деймін, 40 жылға таяды ғой деймін, есепке алмай отырмын. 40 жылдай болды. Енді соған қарағанда бәріміз әйел болып келдік. Енді біріншіден осы Германияда да болсақ, тұрсақ та, Түрк елінден тұрсақ та, кішкене әйелдер кейінге қалған. Қатардан да кейін қалған, еркістермен бірге істелмеген, көбінде қоғамдарды еркістер жүрдіретті. Содан біріншіден көп кісілер бізге шок болды да, қарап, әйелдер келді, бұлар не істейді? Енді көп тамақ жейміз ба деген кісілер болды мазақтап. Енді чайға, тамаққа тоямыз ғой деп.
Endi bir жағынан айтады да, онан айтады да, шыдамайттар бұлар кетеді бір қанша өздері дүрілдеп келіп алды ғой деген кісілер де болды. Енді көп істейсіздер, біз сіздерге сенеміз деген кісілер де болды. Bir жағынан қарасақ, енді ол енді адам болған сайын әркім әр ойын айта береді ғой, қалжың жағымен де айтса, шындап та айтса. Қарамай, оларды тыңдамау керек те, жолды салғасан кейін, сол жолмен планды істеп кету керек. 2 жылға айландық, Құдайға шүкір. Програмдарымызды өткіздік. Біріншіден ойланып, өзіміз ай сайын не асығыс бір нәрсе болса, жұма сайын не телефон арқылы сөйлесіп тұрамыз да, програмдарды қалай істейміз, не болады, не істейді деп. Соң қарап, бүгін отырсақ, міне бүгін өзіміздің енді ана болған сайын, анадар кішкене басқаша ойлайды ғой. Ер адам басқаша ойлайды. Мен негізі сол қоғамдардағы кісілерге әрқашан айтамын, әйелден алыңыздар. Өйткені тек қана өмірде еркектер жоқ қой, әйелдер бар. Баланы тәрбиелейтін, үйге бұратын, қоғамға бұратын, тағы анадар. Содан көп қыздарымыз болсын, әйелдер болсын, атсалысу керек, жүру керек, бірге бәрін істеу керек, кейін қалмау керек. Яғни Құдайға шүкір, енді өз програмдарымызды істеп келе жатырмыз. Мысалы, өзіміздің қазақ ұлттық, бұл қоғамдың аты не? Көлін қазақ мәдениет орталығы. Қазақ болған, біз қазақшылығымызды бірінші қолға алу керек. Әрине, мысалы, тілімізді бірінші алсақ, маған осындай бір нәрсе қарағанда, әзір сол ойлауға келемде, тілден бұрын сезімді салу керек жүрекке. Ол қазақшаны сайрап тұрса да, тым сезім болмаған кісіден қазаққа бір пайда келмейді. Ол қазақ саналмайды. Жақсы да сөйлесі. Біріншіден сезімді салу керек. Жүректеріне қазақ сезімдігін салса, ол неміс тілімен де сөйлеп тұрса, түрк тілімен де сөйлеп тұрса, ары кетпейді. Айланып келіп сол бір тырса да, соңғы кездерінде өзі тілін айтып, сөйлеп, соған тырсады деп мен соны сенем. Содан біз програмдарымызға қалай істейік дедік. Сол енді басталғанда айттық, тойларымызды істейік, қалтырмайық, ұмытылып кеткендерді істейік, қалтырмайық деп. Наурыз тойымызды өткіздік. Бәрі баладар, кішкенелер, үлкендер, о қазақ киімдерін киеліп, шашуларын шашып, наурыз көжені тура ашылған кездегі аға жеңгелеріміздің істеген біз істедік. Артқа барамыз, кухняға барамыз, наурыз көжені пісіріп, залды дайындаймыз, оны кейін мешпеттерімізді киіп сахнаға шығып, бастап болып тұрамыз да, сөйлеп, былай деп. Сонда өзімді күлемде, Құдай қалай бұйырғаны мені осында екен енді деп топлымдың қазақшасын мен де түсін алмай жаттырым. Топлым дегенде көпшілікке, ел жұртқа еңбек осындай басталады. Ол тек қана костюмді киіп алып, былай деп алтта отырған емес. Алттағы жұмысты да бітіру керек, алттағы жұмысты да бітіру керек. Ол енді бір көпшілікке де келсең кейін, оның дұғасы да, өзіңе пайдасы да келешекте де артта ұрпақтардан алып, ертіп, өлкейтіп кеткенінде, көргенде адам көліне толып отырады. Соны біз қарап, енді бір қарап отырсақ, біз мына Германияда баладар мектепке барғанда, оларға обязательно былай деп сыйлық беріп, сыйлықтың ішіне толтырып, былай деп пакеттерді. Бірінші классқа барғанда балалар соны барады. Әрине енді бізді осы жерге тұрғасан кейін, біздің балаларымызда герман мектептерге барғасан кейін, біз істейміз балаларымыз қалмасын деп. Сонда өзімде үлкен аталарымыз айтып отыратында да тілашар деп. Біз мектепке барғанда бізге көрші үйдерден, туыстардан тілашар беріңдер деп, компет, бір нәрсе, кішкене бір нәрсе, жоқ кездері ғой, қолдарында не бар болса бізге беретінді. Сол есімде қалып, оны кейін айттық, біз тілашар істейік деп балаларымызға.
Олар айтады, Тилашар не? Біріншіден біз біріншіден алғанда жастарымызды қолға алдық та. Жастарымызды айттық, енді жастарымызды алайық дедік. Университет бітірген жастарымыз болды. Сол біз келген жылдан бастап айттық. Сендер сондай еңбексіңдердіңдер. Біздер көп оқи алмадық. Біздер ақшаның артына түстік, амал жоқсыздық. Жоқ болғасын кейін. Содан енді сендерді осы жерде Германияда оқиым деген баланы сондай көмек беріледі. Сондай былай деп университетте бітірсе, арғы жағына профессор болам, арғы жағына былай болам десе де, үкіметтің көп көмегі бар. Сол үшін енді балаларымыз бәрі жақсы оқып жатыр. Мен көлінде бір мақтанышпен айталам, кеудемді қағып, осындай біздің балаларымыз бізде 80% университетте оқып жатыр әзір. Алды университет бітіріп, өте жоғары мамандарда отыр. Енді арттағы жастар енді айту, Құдайға шүкір, өте жақсы, өте керемет жастарымыз оқып жатыр. Өйткені анадар, бабадар біздер оқу көрмегеннен кейін бәрі күшімізді салып, балаларым оқыңдар. Ары қарай ілім алыңдар, білім алыңдар. Сондай жоғарылайсыңдар, сондай пайдадарың болады деп. Айту, сонымен бір мақтаныш көліндегі, енді Ауропада да бар, Ауропадағы қазақтарда да бар, жастар оқып жатыр. Ол енді бір мақтаныш, ол бір жақсы бір бізге бақыт. Жалпы көлінде қанша қазақ отбасы бар? Көлінде сол мен келін болып келген кезде, осындан 40 жыл бұрын кезде сол 35 шамалы 37 сәмия болғанды. Сол сәмиядардан өсе енді 150 сәмия болды. Балалар үйренді, балалардың баласы үйренді. Бір сәмия болса, 3 баласы болса, әзір 4 отбасы болып кеттідер. Содан сол енді 150, енді жан жаққа көшіп келгендер де бар. Мисал, Монғолиядан келгендер бар, Қазақстандан келген бар, не үйленіп шыққан былай деп басқа ұлтқа шыққан қыздарымыз бар. Енді бәрін санай берсек, жан-жағында көлінде. Сол бір 200 сәмия болады ғой деп отырмын. Керемет. Жалпы жастарға осындай мүмкіндіктерді көрсетіп, салт дәстүрлерді дәріптеп, тіл ашарды жасап отырғандарыңыз, жаңағы қоржынды көрсетіп отырғандарыңыз, осының бәрі жаңағы баланың есінде. Сіз 20 жасыңызда келгенде жаңағы көздеріне жас алып тұрып, осы қоғамды құрған кезде сөйлеген сөздері сіздің жүрегіңізде қалған болып тұр ғой. Осы қоғамды құруға, осы қоғамға атсалысуыңызға сол кісілердің сол көз жасы, шынайы, осы жаңағы ұлтына деген махаббаты сізді осы бір қоғамды алып жүруге жаңағы септігін тигізіп жатыр. Сондықтан сіздің де кейінгі ұрпақтардың осы ұлтқа деген өзінің жаңа қазақ екенін сезініп жүруге деген бір септігін тигізеді деп ойлаймын. Сондықтан бұл сіздің бастамаңыз, осы жүргізіп жатқан ісіңіз өте ұрпаққа өте маңызды бір іс деп ойлаймын. Қазақстанмен жалпы атамекенмен қарым-қатынастарыңыз қалай? Сол жақтан келіп кетіп барып тұрасыздар ма? Қазақстанмен байланыстарымыз бар. Қоғам арқылы да бар, жекеменшік те бар. Енді bizim атамекеніміз ғой. Бармай тұрсақ болмайды ғой былай деп. Бәрі осы жаққа спортпен келсе, Қазақстандан не концерт келсе, қайда болса іздеп тауып барамыз да. Өз үйімізде болғандай, өзіміздің мемлекетімізде отырғандай. Енді біздер Түркияда туып өскеннен кейін бізге бір жақсысы, мен өте бір жақсы деймін, қандай жақсы бізге деймін былай қарағанда. Мысалы біздер қазақтар айтамыз, атамекен деп айтамыз, жерімізді, жұртымызды. Түрктер ана ватан дейділер.
Kızık ол әркімде жоқ. Сондай мысалы ана ватан дегенде енді бізге де жақсы болды. Біреу біздің атамыздың мекені, біреу анамыздың мекені. Сонда былай деп өзімізге келтіреміз де, өйткені кейбір кезде былай деп енді жүрек сезім басқаша, өмір басқаша, тұрмыс басқаша болғасан кейін былай ойланамыз да. Ойбай, енді қайсы болады, қайсын айтсақ болады, қайсын айтсақ болады. Өйткені жүрегіңізді бөле алмайсыз да. Екі балаңыз ұсағанда, екі балаңызды ары жүр, біреуін бері жүр дей алмайсыз да. Өйткені сондай біздің құрметпен аталарымызды, аналарымызды келгенде тыр жалаңаш қанша жолда қайтыс болғанда, соларды бауырына басып, ойбай біздің бауырдасымыз деп, бауырына басқан енді елді, ұлтты, оны қайтып біз айтамыз жоқ былай деп. Сондай бірдей бізге. Енді қарап отырсақ, шынымен де былай деп ойланып отырсақ, не ары емес, не бері емес, екеуі мөлдей, тура келеді. Әрине көңіліміздегі бірінші орын енді менің өзімше айтқанымда, өз басым айтқанда, әрине атамекеніміз біз қазақпыз. Ол түрк ұлтына, түрк халқына мыңда бір алғысымызды айтамыз, мыңда бір ризамызды айтамыз. Бүгін бар мына түрк үшін жаныңды бердесе, әрине пида қылып береміз. О да біздің бауырымыз. Жақсылық көрген жерге адам ешқанша жаманшылық ойлай алмайсың да. Енді бізге келіп қарап жатқанда, осы енді Германияда бізге мысалы үшінші ватан болып тұр да. Нан тауып жеген жеріміз өні. Мен мысалы, менің мамаларым, әкелерім жерді туып өсті. Мен Түркияда туып өстім. Менің балаларым Германияда туып өсті. Мысалы, сол енді әр ұрпақ әр жерде туып өсті дейсіз ғой. Енді менің балаларым үйленсе, өсі Германияда тұрса, білмеймін, мүмкін басқа бір мемлекетке барса, немерім мүмкін басқа жерде туып мүмкін. Бір енді қазағымызға берген бір бақыт еместі, бір қиыншылық ба, жоқ осындай салынған тағдыр. Тағдыр. Осындай тағдырмен жүрсек те, мен ана сол үлкен кісілерімді әлі риза болам, сол басымызды құрап, айрылмай, қосылып кеткенімізге. Өйткені сол қоғам арқылы таныстар болып, жастар болып бір-бірімен үйленіп жатыр. Әрине әзір шетелден үйленіп жатқандарымыз бар. Амалға өкініш енді. Сөйтіп. Енді айтып отырсыз, Түркияда өстім, Германияға келін болып келдім деп жатсыз. Жаңағы мәдениет айырмашылығы, жалпы қазір Германияда өмір сүріп жатқанда сіздің қабылдай алмай жүргеніңіз әлде қайда жақсы болып жүрген кемшілік пен артықшылықтары қандай осы елдің? Енді әр елде бар ғой, енді бір өзіндік жаңағы көп бар, өзіңізге жақында болады, өзіңізге қабылдай алмайтын тұстары да болады. Көп айырмашылықтар бар. Қызық жағы да бар, ұнайтын жағы да бар, ұнамайтын жағы да бар. Әрине Германия енді өте бір дамыған бір мемлекет. Teknolojisi болсын, жұмысы болсын, мен немістерді ең жақсы көретім, өзімге де соны алам, баладарымға да соны үйретіп, өте дисциплинді. Сағат десе сағатымен дисциплинді, жұмысына барады, ол бұлай деп киімге, анаңызға, мынаңызға қарамайды да. Сізді адам ретінде санайды, бұлай деп қай жерге барсаңыз да, сөйлеп тұрсаңыз, етсеңіз бұлай деп. Қарағанда сол дисциплиндері маған көп ұнайды. Енді дисциплиндер ұнағанда, мысалы өзіммен жұмыс істеп жүргенде, жұмыстың фабриктен бастығының баласы біздің астымызда 16 жаста келіп ол жұмыс істеді. Бәрібір төменден бастап жұмыс істеді. О да карточкасын салады, 7-де келеді, 3-те тастайды, жұмысын бітіреді.
ал жұмыске иш қанша оны қарағанда ойламайсыз, мына ойбай, мына фабриктің иесінің баласы, осы келешекте иесі деп. Ол бәрібір дисциплинмен былай деп өздерімен үйреніп, сол балаларын бастап үйретеді де, сол жерде сыпырыппен бастады, тазалаумен бастады, сол маған бөлшектерді үйрене бастап солай келді. Маған көп ұнайды ол жағы. Енді немістердің бір маған ұнамайтын жағы, өзім содан да шошығасан кейін, енді балалар өз жерде мектепке барып, мектепке оқып, олармен бірге жүр ғой. Қалай енді кішкене де болса алып қалады ғой, енді былай деп жүрген жолдасы болсын, мектепте болсын үйренгені. Немістерді маған ұнамайтын, кішкене былай деп эгоистик, екі бауыр тұрып, мынау сенікі, мынау менікі. Қолындағы бір алманы болсын, мынау менікі сұраса да бермейді, жартысын. Өзімшіл. Өзімшіл, өте өзімшіл. Өзім дейді, мынау менікі дейді. Ал сіздің затыңызға да қарамайды да. Қолында салмайды да оны былай деп. Өзі заты өзікі, менікі былай деп. Біз қазақ. Ойбай бізге... Дүниесіне жаңағы жауапкершілікпен қарайды, бөлісу, біреумен бірге бөлісіп жеу, бөлісіп істеу деген ондай көп не жоқ дейсіз ғой. Ой, ондай жоқ. Қонақ, бұлай қарағанда қонақ мынадары жоқ, өз-өздерімен жейіп, өз-өзді ақшатарын өз-өздерімен жейіп, өз-өздерімен қыдырып кәне жүреді. Бірге қыдырса да өз-өздерінің ақшасын төлейді, әркім. Сол маған біріншіде ыңғай қызық келеді, әлі үйренбеген бір затымда, сол мінездері де. Енді біз болғанда қазақтың дастарханы қандай кен. Барымызды, жоғымызды, келген балада болсын, қонақта болсын, сыртта танымаған бірі болсын. Жайып тастаймыз ғой. Чайын ішіп ал, нанды бөліп жеп ал деп былай деп. Біз бауырмыз. Мен содан былай деп қарағанда балаларымды әрқашанда, оларды енді мектепте үйренеді ғой, айтқаса. Мына менікі, ана сенікі, мына менікі сен неге алып қойдың дейді. Соны айтам, ыңғай бөлдіріп тамақ бердім оларға. Бөліп жегенде үйреттім үйде. Өйткені өзім шошиым, мінезден алып қалады ма деп, былай деп, бауырмас болмай кетеді ма бір-бірдеріне деп. Содан, енді сол жағы маған кішкене ұнамайды. Оған қарағанда біздің қазақтар айбет қой, ой көке, ой тәте, ой апай десең бірінші сөзбен сондан бастайды. Апай, аға деп, былай деп. Сондай жақсы, жылы, ыстық. Бұл жерде көршіңдің өзіне қаным деп айтасың да. Еркектеріне көрсем әр деп айтасың да. Соны мырза деп айтасыз да. Одар сондай дисциплинмен қойған. Сол жақтары маған кішкене ұнамайды енді. Әрине, осы жерде өмір сүргеннен кейін үйреніп кеттік. Бәрібір үйренісе алмаған тұсыңыз сол бауырмалдықты, олардың жаңағы жат бауырлығын үйрене алмадың дейсіз ғой. Иә. Өйткені мен өзім білмеймін, көршілерімге де болса бір нәрсе болса сұрап барам. Адам болғасан кейін бір нәрсе кемшілік болып қалады ғой, магазин жабылып қалады ғой. Әйтеуір оларды өзімге үйретіп алған. Өзім челпек пісірсам, қазақ тағамдары пісірсам, табақ пісірсам, үш қабат үйді иісі кетті ғой деп салып жүрем де беріп жүрем. Одар өздері таңғалады, не анаға бақ келесіз, бізге бересіз деп. Біздер болсын бөліп жеге иісі кетті ғой, балада жейсің деп, былай деп. Содан оларды үйреніп қалған бір нәрсе сұрасам береттер. Әкелмейміз дейді. Көршінің көңілін тауып алған дейсіз ғой. Иә, тауға болады. Адам болған. Сенен әркіммен тіл табысқа болады. Егерді тыңдап, қарсыдағы мінезін көріп, олардың дәстүрдерін көргесінген респект істесеңіз, олар да респект істейді. Мәдени жағынан осындай бір ерекшелігіміз бар екенін тағы көрсеттіңіз. Бізде енді елге барған кезде біз етті ортаға қойып, бәріміз қолмен алып жейміз ғой. Осының өзін біз енді шетте жүргеннен кейін әркімге бөлек-бөлек табақ қойып, бөлек-бөлек сервис жасайды ғой. Сол кезде бізде осындай бір артықшылығымыз бар екен. Бір табақтан бөлісіп тамақ жеу қандай бауырмалдықтың алды екен ғой деп бізде сөйтіп айтып жатамыз.
Сондықтан четте жүргенде өзіміздің құндылықтарымызды, ерекше салт дәстүріміздегі ерекшеліктерді осы арқылы білетін отырмыз ғой. Иә, ол енді шынымен қарағанда мен мысалы бізде Турцияда өскенде мамам пісірген тамағын бір тәрелкеге қоятынды. Біз отырып айланып бәріміз жейтінбіз. Жерде біздің қазақ дәстүрімізше былай деп естілетінді. Бөлек жегенде неге бөлектеніп отырсың дейтінділер. Бір жағынан пайдасы да бар да, ол деген өте пайдасы бар. Бауырмалашылығына бөліп жегенде үйрену былай деп. Мен кейбір кезде соны істеймін де үйде. Тәрелкеге ортаға қоям да, енді былай деп сервис тәрелкесі шығармайым да, балалар үйреніп кеткен. Мен шығармасам да олар шығарып өздері алады да. Алдымызға салып жейді, мама, ана жерде сен кесіп турап берші, мама деп. Енді сол бір қазақтың тамақтарын пісірганда, әрине ода бір табақтан жеуді анда-санда да болса қалтырмай келе жатырмын да өзімше. Ол енді кешке шейін сервис бөлек деген болмайды да, алу да керек, алмау да керек. Мен де сіздің айтқаныңыздан кейін есіме түсіп жатыр ғой. Мен де балаларды тамақ жерге қойғызып, ортаға табақ қойып, жерге отырғызып жегізем ғой, сөйтсем кішкентай қызым айтады. Осы ана столды босын алдық па дейді. Босын алдық па ана столды дейді да, бірге тамақты бірге столдың үстіне неге жемейміз, жерге күнде жей беретін болдық қой деп. Оның да ерекшелігі бар деп мен нетіп қоям. Сөйтіп үйретіп, аптада бірнеше рет жерге отырып тамақ жеу, сондай бізге де өзіміз сандай елге барғанда да жат көрмесін деп, үйде солай кейде жерге отырып тамақ беріп, тамақ жеп сөйтеппіз бірге. Ол да бір ерекшелігіміз. Ерекшелікті істеу керек. Күнімен де істей алмаса, аптасында бір, 2 аптасында бір, естеріне салып істеу керек. Мен мысалы сондай тамақ былай істегенде, міне жерде Германияда өмір сүргенде біреу таңертең 7-де кетіп қалады жұмысқа, не оқуға, біреу 8-де кетіп қалады, біреу 5-де кетіп қалады. Кешкі вақытта сол. Біреу 4-де келіп жатса, біреу 6-да келіп жатады. Бәрі бір-бірін тосып отыра алмайды ғой. Содан жеке тамақ жемеді көбінде. Бәрі сол, енді бәрі бір вақытта келмегесен кейін амал жоқ. Арада өте бір сағат айырмашылығы болғасан кейін, содан кейін мен соны ойладым да, қалай істей аламын деп, сол 7-ші күні әркімдің үйде болғанда баладар жақсы ұйықтап тұрғасан кейін, осы қонақ келетіндей барымды жоғымды столға дайындаймын да, соны баладарға отыртам да, соны тамақты жейдіп, сонда көңілдерді жай болады, баламен сөйлесіп аласыз да, вақытты бөліп тұрып. Сол бір күнде жақсылап тұрып, баладармен сөйлесіп, бір апталық деңізді бір күнде әдемілеп орнына келтіріп алам дейсіз ғой. Өйткені өзіңде жұмысқа кеткенде жүгіріп кетесінде, келесінде, бір нәрсені дайындалып, бір нәрсені дұрыс істей алмай қаласыз да, әйтеуір бір тамақ болсын деп жеп алып, әркім комнатына, бөлмесіне кетіп қалады, сабағын үйренеді, ертеңгі жұмыстар бар, енді әйел болғансаң, үйдің жұмысы бітпейді ғой. Соны қанша жыл дәстүр қылдым да, міндетті түрді былай деп, бәрібір 7-ші күні демалыс күні былай деп бастап таңертеңгі тамақтан әйтеуір өте бір қонағым келгендей былай деп күткесеге соған үйреніп кетті балалар. Сіздің сол әдемі дастархандарыңызды ананың ұсынған ананың дастарханы деген бір неңіз бар ғой, инстаграм парақшаңыз бар. Содан көріп отырам, қазақ өзіміздің беш бармағымызды, мантымызды сондай керемет қып, Европада жүрсеңіз де сол қазақтың кеспе көжесін пісірғаныңызды, сол суреттерінен көріп, қаншама жыл Түркияда тұрсаңыз да, Германияда тұрып жатсаңыз да, ұмытпай сол өзіміздің ұлттық тағамдарымызды, бауырсағымызды ерекше пісіріп, сол парақшаңызда қазақтың тамақтарының өзін дәріптеп жүресіз. Сондықтан бұл да бір сіздің керемет бір ана екеніңізді,
үйдің берекесі анада, ананың жаңағы әдемі асымен де сол үй әдемі болып тұрады ғой. Сондықтан оған да өзіңізді керемет бір ат салысатыныңызды көрген едім. Мен негізі былай қарағанда өзімдің жұмысымда көпте өзім бір жұмыс тауып алам да, бір нәрсенің жауапкершілік болып алсам, анамен жүгірем, мынамен жүгірем, вақытым да кейбір кезде жетпейді. Сонда да жетпесе мен ол парашатты ашқанда осылай ойладық. Bizim жас қыздарымыз, жас келіншектеріміз, мен де жас келіншек болдым, мен де тамақ пісіре алған жоқпын дұрыстап, қалай болады, ана болады ма деп, мына болады ма деп, ет асқанды білмейтімді былай деп, енді үйден үйренгенімізше былай істеген. Соны келтіріп алғасан кейін, енді қарағасан кейін көбінде мына жас келіншектерімізге қазақ тамағын әлі пісіре алатындарға, пісіре алмайтындарға бір себеп болсын деп, сонымен рецептінде жазып, міне етті осындай көбігін аласыңдар, ет осындай болады, көбік кетпеу керек табаққа, сорпаны осындай алсаңдар, сорпаның пайдасы мынау деп, өзі қазағымыздың тағамдарын, тамақтарын үйрету. Біреуде болса біреу мүмкін үйренеді, біреуде болса бір пайдаланады ғой деп, сол жас келіншектерге арнап өзімше бір пайдам тиіп кетсін дегенім ғой. Қолымдан келгеннен кейін мынанда осындай істеуге болады екен, мынанда істеуге болады екен деп. Содан бәрібір тамақты қойсам да, жеңіл тамақ істесем де, обязательно бұлай деп қарағанда ешқанша бұлай бір жұмада, екі жұмада не болмаса, сондай жей арамен қазақтың тамағын қоям да пісіріп. Баладарым да үйреніп кеткенде де, баладарым 2 күн болса сорпа сұрайды. Баладарым алыста отырған үлкен балам болсын, қызым болсын, келе жатқанда телефон ашып закез береді бұлай деп. Мана осы тамақты пісірші, мен көп болды сағынып кеттім деп. Келгенше қанша тамақты айтып келеді закез беріп. Бұлай өзінше осыны істеңізші, мама, осыны істеңізші деп. Оның жейтініне бір тамақ қой, енді бір сол сағыныштан қой бұлай деп. Мен сол парашатты ашқаным кішкене көмек болсын деп. Әйтпесе лайкын істесін, мені мақтасын, анау-мынау емес. Артында ойлағанда, сол бір қазақтың тамақтары да бір енді ашып көргендер, рецептімен тұрғанда өзіне де істеп алсын деп, сол оймен аштым. Біреуге бір пайдасы болсын дейсіз ғой, пікір болсын деп. Керемет. Ол да бір үлкен жұмыс, яғни тек қана Көлін қазақ мәдени орталығының жаңағы төрайымы ретінде жұмыс атқармай қосымша осындай парақша жүргізіп қазақ ұлттық тағамдарын да дәріптеп жүрсіз. Енді осындай бір шанслы, осындай анасы бар шанслы балаларыңыз туралы біраз айтсаңыз. Балаларым туралы болғанда, енді 4 балам бар, Аллаға шүкір, 3 бала, 1 қызым бар, Құдайға шүкір. Енді о балалар көптен көп күтілген балалар болды, 13 жылдан кейін көтерген балаларым болды. Сол қызым, балаларым, қызым қазір Базел қаласында университетін бітірген, Германияда оны кейін Базелге түсіп, мастерін бітірді. Өзі шаралармен сомен ат салысып жатыр о да. Үлкен ол бала, ол басқа бір қалада, жақын көрші қалада университет оқып бітірді. О да енді 2-ші мастерін ары қарай оқып жатыр. 2 ұлым жанымда. Сол екеуі де сол университетке айланысады. Оның арасында олардың жұмыста істейді, өздері ақшаларында табады, былай деп, ақша тапқанда оқуға барып, келіп, былай деп, кішкене жұмыстардың да істеп, былай деп, немістер осыған үйренген ретінде. Олар 13 жасында балаларым социал жұмыстарға ақша алмайтын, былай деп, қоғамдық жұмыстарға. Қалай? Қоғамдық жұмыстарға
коомдук жумуштар дегенде сол сабак берүү иретинде мисалы карттар үйүнө барып, оларга көмөк берип, оларды бир 2 саат айландыртып, кыдыртып келип, олардын аяк колдорун жуугандай булай деп. Унеген спортпен айланган баладарым, мисалы спорт баладарга, кичкене баладарга өзү 15-16 жашта болгонда 4-5 жаштагы баладарга үйрөтө баштап булай деп. Сондайдан бос койгон жокмун баладарымды. Сондай коомдук уюмдар көп болот го, балалардын жаңеги жас өспүрүмдөрдүн өздөрүн жаңеги дамытуу үчүн сондай коомдар бар го, осундай кичкентай балаларга үйрөтүү, немесе карттарга көмөктесүү, ягни муктаж жандарга көмөктесетін. Немистер сондай дисциплин менен сондай жакшы иштегенде. Бала бакчадан да башталат да, онеген мектепке башталып булай жүргенде сондай балаларды кыдыртады. Үйүнө апарады, жан жакка апарады, музейге апарады. Осундай жерде осундай бар, осундай деп. Онеген ким осундайга көмөктөшө алады, мынандай бир нерсе иштелет дегенде, оған былай деп эч канча бир акча төленбейди, бир нерсе төленбейди, адамдын эрекчилигине, өзү тилегине байланат да. Сондай жумуштарда балаларым көп иштеди. Мен өзүм да көп иштедим. Немистин мектебинде болсун, балалардын фамилиялары болсун, жыйналган кезде, көмөк болгон кезде мен ыңгый барып жүрдүм де. Алдымен барып артын жийип кетип жүрдүм де, сондай булай деп, кол болсун энди мындай окутулуп жатыр гой, баары бир каладан, баары бир өкмөттөн күтүү болмайды гой. Адамда өзүнүн эрекче эмгегин косуу керек кой булай деп. Содан балаларымды үйрөнгөндөн кийин, о балаларымды да жиберип турдум да, балам осундай бир нерсе программа бар экен, барасыңдарбы, катнашсыңдар. О бир кайыр болду, бир рахмет деп айтылган сөздүн өзүндө да көп маана жатады, коргайды, булай деп. Биз мусулманбыз, биз казакпыз, сондайга көп пайдалануу керек, бару керек, истеу керек деп. Соң 4 балам да, 4-өө да сондайга көп жүрдүлөр. Бәр нәрсе жаңеги акча менен өлчөнбөйт дейсиз го. Көңүл менен, өз эрки менен барып осундай кайрымдуулук шарадарға катнашып, ат салышып жүрөт дейсиз го балаларыңыз. Бәр нәрсе чынымен да акча менен эмес, мисалы эң болгондо mesela согуш болгон мамлекеттерден келгендер, онан кийин булай деп энди азыл болуп келгендер, амалы жок болуп келгендердин лагада жаткан жерлерине, мисалы менин үлкөн балам менен мен өзүм да көп бардым. Барганда со айелдер менен энди тил табыша алмасак да, адамдын сезим тили бир гой. Onu misалы соодарга көмөк издеп барып, онеген одарга менин үлкен балам өзү спорт мен болгондон кийин сол рагби спортунда ойнайды. Ол сол топтарын алат да, балаларга көстөрүп, видеосун көстөргөндө ана жас балалар сондай жакшы көрөт да. Энди мусулман дегесең типти бири-бирине жанасы булай деп, ага деп тагы видеоңузду көстөрүңүзчү, калай мына топту калай усталады, калай эстейт деп. Сол 2 сааттык программдарга биз көп катнашып турдук да балам менен. Аркылуу мен катнашатын болдум, онеген булай караганда. Энди ана балаларым да сондай кейбирде энди булай деп өздөрү калжыңдап айтат да. Бәріне биз бара беремизби, башкалар да барсын мама деп. Сонда да энди баруу керек, үйрөнүү керек, пайдалануу керек, көрүү керек. Өйткені өтө көп вариант бар Германияда. Неден тажрыйба алмаса да ой. Өтө көп булай деп. Жакшы булай караганда энди баладар сонымен сөйтіп үйреніп кетті. Қазір бәрі сол дисциплинмен өсіп кетті. Енді Қазақстан туралы, жалпы қазақтар туралы қандай ой пікірде жүреді балаларыңыздың? Енді сезімдері бар, қазақпыз дейдір. Мен бір баламдың бір әңгімесін айтып берсем,
азыр туура келип отур булай деп. Мен балам рагби ойнап, Германиянын национал рагбини жогары көчкөн кезинде жас болду. Сонда Түркияда рагби жана ашылган, жана жыйналып жатканда Европадагы түрктөр келсин ойнасын дегенден кийин мен балам өзү барып, со түрктүн национал маншафтында ойнады. Кийин бир кезде ол айтты, мама биз Казакстанга каршы ойнайбыз деп сүйттү. Балам үйдө жүрүп бир ары жүрөт, бир бери жүрөт, бир ары жүрөт, бир бери жүрөт, тынышталсыз да. Балам сага не болду дедим. Немеге тынышталып кет, тынышың кет калды деп сурадым. Мама деди, туура деди, биринчи оюнубуз деди Казакстан менен келип тур деди. Мен калай не истерин билмей турмун деп сүйттү да. Булай деди, калай билмей турмун деди, не истерим. Енді бала ғой, енді бір жағы Қазақстан болып тұр, бір жағы Түркия болып тұр, енді бұлай деп еске. Мен оны айттым, балам, сен профессионалсың. Профессионал ойлану керек. Бұл спорт. Бұл енді бір өте бір атсалысып бір соғыс емес спортта енді сен қалай ойласаң, сен түрктің националындасың, солай бұлай деп. Жанага айткан профессионалча ойлану керек деп сүйткесен кийин балам кичкене көңүлү келди да, оны кийин айтады. Мама, бизде бир нерсе барма дейди. Мен казак болганымды калай оларга көстөрсөм дейт да, бир жагынан ана келди. Балам түрүң казак кой десем де, сонда да билмейм мама дейди, булай дейди. Мен оларга айтам, бауырым деп deydi, қолын бергенде бауырым деп айтам, бәріне бауырым деп айтам дейді. Өлейін айтады, мен қолыма кішкене міне жерден Қазақстан туын салып алайыншы дейді. Бәрібір енді профессионал ойлансам да деп. Сол балам көліне келіп, бұлай қарағасан кейін, сол бір жағынан да қызық, енді баламның көліне қарайма, Қазақстандағы спортмендер келе алмай қалды. Мен келе алмай қалғасын соны ойладым да, енді міне мынада да бір нәрсе бар шығар, енді баламдың былай деп жүрегі екі бөлініп, қайсына аударылып кететінін білмей қысылып тұрған кезі деп сөйткенді. Соның көз қараудары жақсы баладарымдан. Кішкене кезде апарып барып келді. Кішкене кезінде жақсы қазақша сөйлейтінді, таза сөйлейтінді баладарым. Ал бұрай басталғасын кейін бәрін көбін ұмытып кетті. Өйткені мен жаңғыз бір қалада жаңғыз қазақпын. Қарасында жаңғыз қазақ болғасын кейін маңайымызда қазақ жоқ. Ең жақын жеріміз Төрайым болған Көлін қаласы. Оның өзі 300 шақырымға жақын. Сонымен программ болғанда, енді осы қоғамдың басқару кеңесімен группен болып, енді Төрайымға болға сенген баладарымға отырып айттым да, баладарым осындай. Мама деді, өзіңіз білесіз деді, ойланыңыз деді, өзіңізге ауыр түспесін, шаршамаңызшы деп сөйтті де. Біледі балаларым, көп қоғамдармен жұмыс жүріп, бір атсалыстып, айдап істеп жүрген білгесен кейін, енді жер алыс қайтесін деп сөйтті. Енді түгетпейді, Құдай бұйырғанша дедім, денім сау болсын, барып келім ғой дедім. Айдап жүрген машина ғой айту дедім. Бұрынғыдай қосатып ат мінбейміз ғой деп сөйтіп. Шынымен де қарағанда, енді өзім қарағанда, бұлай деп таңертең барып Көлінге программды істейміз. Оның 300 километр барам, оның 300 километр келем. Ертеңді жұмысқа шығып кетем. Енді жауапкершілікті алу керек. Мен бұлай деп біз ойланғанда, өзімде көп ойланғанда, сол кішкене қанымдарға, қыздарға жол ашып кетейікші деп. Бұлай қолданнан келетін қыздарымыз бар. Өте ақылды, өте зерек. Бұлай қарағанда мына еркектермен жарысқан емес бұл. Адамда бір келетін жұмысты жақсы істелсе, істеу керек. Халық үшін істеу керек. Өмір жан-жаққа өзіміз үшін істеу керек те, өйткені ертең өзі баладарымыз одан қала берсе немередерімізге пайдасы тиеді. Әрине. Сөйтіп, бұлай деп осылай жүрген жүрісіміз бар. Бір айта кетерім, мысалы, баладармен ақыл тауып, баладармен сөйлескенде баладар азыркы жерде өте қажет бізге. Баладарды жақсылап тәрбиелеу керек, баладарды жақсылап түсіндіру керек. Ол бәрі ананың мойнындағы міндет.
Eden көп ананың мойнындағы міндет. Мысалы, мен өзім төрайым болып жүрсем де, менің балам национал спортмен болып жүрсе де, қызым жақсы жұмыста болып жүрсе де, Ұлттық спортта ғой, иә, сонда спортта. Германияның ұлттық спортында ма қазір сонда? Германияның бірінші, жоқ, бұлай клубте. Қазір Германияның клубте, Германияның жас кезде ұлттық спортына, национал спортменне таңдалып, қанша баланың ішінде таңдалып шықты. Содан бұлай жүргесен кейін, Түрктің национал маншаптына шақырылғы сайын сол жерге кетті. Сол жер кішкене көтеру керек, жаңа бастады Түркия деп. Содан Германияның кінін тыстап, Түркияның национал спорты. Енді осы жерде де Германияда да... Түркияның ұлттық спортының мүшесі екен ғой, иә, сонда? Иә. Үш жерде де өзінің клубы бар, со неміс клубтері, сомен ойнап келе жатыр әлі. Енді жағынан да оқуын бітіріп, бір жағынан да спорттың өмірі алыс емес қой. Спорт өмірі 16 жастан бастап, созылса 30-ға барады, 30-дан кейін спорт қалады. Содан өмір ішінде оқу керек деп. Соны бір айта кетерім, мысалы, біз өзіміз үйімізде, со балаларымызбен есіктен табалдықтан аттап кіргесен кейін біз сәмия болып саналамыз. Төрайым емеспін, қарапайым 4 баламның анасымын. Балам келеді, ол национал спортлар емес, не анам келеді, директор емес, анандай ұқсаға. Үйге есіктен кіргесен кейін өзіміз сәмиясы болып. Анамен балалары, баламен ана болып, чайымызды да ішсек, өзіміздің үйге байланысты, өмірге байланысты, өзіміздің пландарымызбен, ешқанша мен төрайым болып бір нәрсені үйге алып келмеймін. Аналық вазифам бастайды да, мен жауапкермін балаларымды өсіруге, оларды істеп беруге, дұрыстап тәрбиелеуге, сезімдерін дұрыстап салуға. Енді өмір мына жақта қиын болғаннан кейін, өйткені жұмысқа барасыз, келесіз, шаршайсыз, анау болады, мынау болады. Сонда да берілмей, соны істеу керек те. Мен жастарға айтар кетерім, есіктен кіргес. Естілмей қалды даусыңыз. Жұмыстың проблемін үйге алып келсеңіздер, баладағын үйге алып келсеңіздер, үйдің махаббаты кетеді. Үйдің жылуы кетеді. Не тойдырсаңыздар баладарыңызды, үйде тойдырыңыздар. Тамаққа да үйде тойдырыңыздар. Махаббатқа да үйде тойдырыңыздар. Сезімге де үйде тойдырыңыздар. Бала үйінде тойған бала көз далада болмайды. Далаға құмар болмайды кетуге. Бала далаға неге көп шығады? Аш болғасын кейін шығады. Ол тамақ ретінде емес. Бұлай қарағанда, сол бала аш болғасын кейін бәрі аштығын даладан кетіру үшін кетеді. Далада жақсы болса жақсы. Ал бәрі жақсы деп айта алмаймыз қазір кезде. Сондан менің айтатым үйде тойдырыңдар дегенде тамақ арқылы емес. Әрине тамақта тойдырасыздар. Махаббаты, жылудығы, бауырмашылықты, адамгершілікті бәрін бала үйде тойса, балаға көзі қарамайды. Қараса да таңдап қарайды. Өте керемет. Бір ана ретінде өте керемет мағыналы. Яғни әр ана осыны білсе де көп нәрсені қазір ақпаратта бар, бәр нәрсе бар. Көп ана білетін сөз, бірақ өміріне қалай жаратуы әркімдікі әр қалай. Сондықтан үнемі білген нәрсені де қайталап тыңдап жүргенің де пайдасы болады. Сондықтан бұл өте бір мағыналы, өте керекті бір кеңес. Әйел ретінде, ана ретінде бұл кеңесті өте қанша естісе де артықтық етпейді. Ешқанша, өйткені өміріні біткенше бір нәрсені үйренесіз ғой. Мен жақсы білем десеңіз де бір кемшілігі болып тұрады.
Көресіз бір жас баланы істегенде мен бұлай деп қарағанда, ой, қандай істейді екен, мен мұны неғып ойламаппын деймін мысалы. Сол саған адам алуға ашық болу керек те, жақсын алуға ашық болу керек. Мысалы, немістердің бір сөздері бар, маған көп ұнайды. Адам ұры болу керек дейді. Сонда қалай деп мен біріншіде таңғалғанымда да, қалай ұры болу керек деп. Қолмен емес, көзбен ұрлау керек деп. Көзбен көріп, қарағанда, мынаны мынау істейді екен, мынау істелсе мынау болады екен деп, өзіңдің идеяңды қосасың, соны бұлай деп алғаныңды деп. Сол енді бұлай айтқандары да, соны қарағанда енді алу керек те, үлкен кісілердің сөздерін алу керек те. Үлкен кісілер көпті көріп кеткен кісілер, бәрін жақсы білеттер. Мисал, бір қарағанда, мен балаларым осы жерде Германияның ауруханасында дүнияға келді. Сонда маған айтып жатырдар, мына 40 күнге шейін 6 аптада далаға шықпаңыз, балаңызды байқаңыз, шықсаңыз да байқаңыз, осындай болады дейді. Бізде 40-на шейін шықпайды. Бізде бар. 40-на шейін шықпаймыз, біз тұздаймыз, біз жуамыз баланы, өз істейміз бұлай деп. Сонда өзім дедім, мынадар бәрі бізден қалған. Сендер қазір технологиямен айтып отырсыздар, мынадар менің әжемден қалған сөздер, әжемдердің істегендері деп бұлай деп. Шынымен де үлкен кісілердің сөздерінде көп білгендері көп жатыр. Тәрбиенің ең несі, тал бесіктен бастап үйреткен әженің сөзі, атаның өсиетімен бізге қаншама өсиеттер, әңгімелер бар, бірақ та қазіргі қоғамда соның бәрін алып жүріп, бәрін өміріне жарата алу деген үлкен бір күш сияқты. Сондықтан бұл да бір әдемі жаңалық, әдемі қызықты әңгіме. Енді қоғам осы Көлінің мәдениет орталығының төрайымы ретінде болашақтағы жоспарларыңыз қандай жұмыстар атқарайық деген ойларыңыз бар? Сол енді жоспарларымыз бар. Енді егерде былай қарай берсек, жоспардар бітпейді, адам былай істейді. Көп. Ал бұның пайдалысы не, пайдасызы не, оны бір алу керек. Біздің көп жоспарларымыз осы қызығып, енді деп бұлай деп істеліп келе жатқанда, жастарымызға істеп бұлай, онен тілашарымызды, университет бітіргендерімізді құттықтап, сыйлап, онеген, ой, мына үлкен кісілерімізді де сыйлайық. Бұдар енді еңбек сіңдірді ғой. Осы қоғамның қызығын көрсін деп, оларды шақырып, оларға программа істеп, онеген қыла бергенде енді бұл жақта заманға байланысты күйеулері қайтыс болған әйелдеріміз көп, не ажырасып кеткен әйелдеріміз көп, соның ішінде біреумен ажырасып кеткен. Сол әйелдерімізге программа істедік. Біз айттық, қоғам болып сіздің жаныңыздамыз. Қандай бір қиыншылық, қандай бір тілектеріңіз бар болса, біз дайынбыз. Енді жеке бір кісінің айтқанынан қарағанда қоғамдың сөзі тағы да өтеді ғой ара. Соларға, сол кісілерге арнай істедік. Онен кейін енді тура бүтін бұлай деп Қазақстанмен, отандастықтармен бірге жастарға программа істей берер жатқанда, соның бәрін дайындылығын қылғанда, амал жоқ, мына пандемия болып жауып кеттік. Қазір программдарымызды мына пандемия болғаннан кейін істей алмай отырмыз. Қалай болса деп. Сол бәрібір дүнияны әзір чайқап бұлай деп жауып жатыр ғой, бұлай ары бері бұлай деп. Енді иншалла Алла бетін ары қылсын. Және жылымыз келе жатыр, және жылымызда ары кетсін, аманшылық болсын. Мен осындай қорқынышты болатын есептемегенді. Енді өте қорқынышты болып келе жатыр, Құдай сақтасын, айту енді өзі беті аулақ болсын, енді жаңа жылмен бірге деп соны отырмыз. Жаңа жылмен жаңағы ауа болсын, жаңағы ковидтен құтылған бір жаңа жыл болсын деп. Иншалла, ол енді бәрі тілегіміз со, бәрі армандарымыз со ғой. Өйткені жаңа сұрап отқаным,
осы Берлинде кезигүүдө осы жастарга Көлүн мәдениет орталыгы ретинде жастарга бир иштер аткарамыз деп жаттыңыздар. Осы Европадагы казактар арасында бир аз үлкөн иштер аткаратын болуп, үлкөн жоспарлар курган эдиңиздер. Согон байланыштуу жаңгеге бир жумага жаптык. Амалсыздыкта. Сонда истедик жастарымызга болсун, баары бир кошулсун. Онен со жастарымызга калай не истелетиндерибизди со Навруз тоюнда косуп иштейик дедик, көрсүндөр. Аркы максатта бир жагынан мына жастарыбыз бири-бири менен таанышып үйленсин. Көптө Сол мен былай караганда биринчи максатка келгенде мисалы эң болмаганда бири-бири менен таанышып жүрсө, бири-бири менен билип жүрсө, Казакстанга барып жүрсө, келип жүрсө, жана информациялар алса, биз ол жастардан информация алсак, сол барай ары карай кетедима деп көбүндө жоспарыбыз жастар менен баладарга. Бар, али жоспарларыбыз бар, энди Кудай буйрса, аманчылык болса, истей аламызбы, истей албайбызбы, onu da билбейбиз энди. Насип кой. Биз дайынбыз. Биз дайынбыз. Баарын булай деп энди дурустап колубуздан келгенче иштеуге дайынбыз. Кудай жаңа ниеттериңизге карай берсин, аман эсен осы индеттен кутулуп, бас косуп, Европадагы казактарды, жаштарды бириктирип, оларга жаңа салт дастурду, тарбияны дарттеп, аман эсен жүрө бериңиздер. Иншалла. Осы биздин әлемнин ар түкпүрүндө жүргөн, ар элинде жүргөн казак кандастарыбыз менен жолуктуратын осы жобамызга атсалышып, катышып, алтын убактыңызды бөлгөнүңүзгө үлкөн рахмет. Аман болуңуз. Мен рахмет айтам. Конак ретинде шакырганыңыздарга, сыйлаганыңызга өтө күчтүү, өтө жакшы. Булай деп айелдердин баары истегени маңыздуу да. Айелдер өткені ана ғой. Ана болғасын кейін бәрін ойлайды. Біріншіден жастарға, баладарга деп ойлайды. Мен де сізге ақ жол тілеймін, рахметімді айтам. Иншалла тағы кездесейік, жақсы күндерде кездесейік. Тыңдағандар болса, мән бергендер болса, оларға да жаңа жылдары құтты болсын, аман болайық, жақсылықпен кездесейік, иншалла. Бәрі жақсылық болсын. Рахмет. Рахмет сізге. Сау болыңыз. Рахмет. Осы біздің жобамызды көріп отқан барлық жандарга үлкен алғысымызды білдіреміз. Өздеріңіздің ой пікірлеріңізді жазып отырыңыздар. Біздің жобамызды дәріптеп өз парақшаларыңыздан тамашалай отырыңыздар. Аман болыңыздар. Аман болыңыз.